емдеуші білім алушылар, соның ішінде бірінші топ топшасы. Біздер бүгінгі біздің медициналық биология, генетика мен пәнімен тәжірибелік сабақтан ашық сабағымызға қош келдіңіздер. Ең бірінші балалар үй тапсырмасын еске түсіріп алайық. Білім алушыларға үй жұмысын қорытындылау мақсатында тапсырма береміз, сұрақтар қою арқылы. Бұл қармақ салу әдісі бойынша өткен сабақты сұрақтар қою арқылы еске түсіреміз. Бірінші балалар мына жерден қармақ салу әдісі бойынша сұрақтарымды ала бастаңдар. Сұрақтарына дайындалып, сіздерге жауап бере берсеңдер болады. Ал дайындалып жауап бере берсеңдер. Геронтология ғылымы адам және жануар организмінің қатайы заңдылықтарын зерттейтін ғылым. Яғни сұрақтарға келесі болды. Ол антогенезис қайындық қорытындысы болмайды. Яғни өмір-бақи өлім-бар деп бекер айтпаған. Қазіргі таңда адамдарда өлімнің екі түрін ажыратуға болады. Ол физиологиялық және патологиялық. Физиологиялық өлім дегеніміз ол табиғи өлім, яғни адам қартаю нәтижесінде пайда болады. Ал патологиялық өлім дегеніміз ол мезгілсіз өлім, яғни адам ұзақ уақыт бойы сырқаттанған кезде пайда болатын репродуктивтік денсаулыққа әсер ететін факторлар. Басты зиянды әдеттері шылым шегу, ішімдік ішу, есірткі қолдану және тағы да басқалар. Яғни зиянды факторлар. Келесі ол болсын. Маған келген сұрақ, қуаттың қартаю теориясын кім ашты және оған сипатталады. Қуаттық қартаю теориясын 1908 жылы Рубнер ашты, және де әрбір организмнің күшті қозғалысы тіршілігі баяулайды немесе өлімге алып келеді. Келесі анықтайтын негізгі себебі дене қозғалысының азаюы, шіркеу жүйесінің шаршауы. Дұрыс отырған. Келесі Адамдардың өмір сүруінің геологиялық қандай? Адамдардың мүмкіншіліктері 120-150 жыл өмір сүру. Дегенмен осы жасқа дейінгі өмір сүрушілерді ұзақ өмір сүрушілер дейді. Ұзақ өмір сүрушілер Қазақстанда да кездеседі. Мысалы, Ұлы Жамбыл 100 жыл өмір сүрген. Сол сияқты Гиннес рекордтар кітабына енген. Табиғатты сүйіп өткен, сонымен бірге қоршаған ортаға үлкен ілтипатпен қараған халықпыз. Соның ішінде біздің ата-бабамыз экология деген терминді білмей өскен. Бір кездері бізді Мичуриннің адамзат табиғаттан рахым күтіп отыра алмайды, одан керектіні жеңіп алуымыз керек деген құралымен бізді оқытқан екен. Соның салдарынан қаһарман халқымыз тауды бұзып, тасты жарып, жерді қазып, өзен көлді бұғылай асырды. Ғылыми техникалық революция болды. Көптеген көп тонналық өнеркәсіптердің бәрі ауыл жерлерде, қалалы жерлерде іске қосылды. Сол ғаламат жетістіктер мен шапшаң дамудың ақыры адамзаттың барған сайын аш көзденіп, табиғатты тонауы, биосферадағы жаратылыстың тепе-теңдік заңдарын бұзды. Бұның ақыры түрлі ауа райының қолайсыздықтарын алып келді. Атап айтатын болсақ, мезгілсіз ормандардың қурауы, ауа райының бұзылуы, қоршаған ортаның әртүрлі улы қосылыстарымен ластануына әкеліп соқтырды. Сол жерде, бұл жерде мынандай сұрақ туындайды балалар, табиғатты қалай сауықтыруға болады? Бұл жерде ең бірінші біз тәрбиені біз қайдан аламыз? Тал бесіктен отбасынан аламыз. Сондықтан бұл жерде табиғатты аялау үшін біз жастарды, қазіргі өскелең ұрпақтарды, білім алушыларды ең бірінші балабақшадан бастап, отбасынан бастап жаңа балалардың миына сіңіріп отыруымыз керек табиғатты аялау жөнінде. Сонымен қатар жаңа теледидарлардан осы қоршаған ортаны көптеп қолдауға шақырулар, үндеулер, газет, журналдарға мақалалар, осылардың барлығы біздің қоршаған ортаны аялауымызға алып келеді деген сенімдеміз. Ал енді сонымен бірге экологиялық апат аймақтарына келетін болсақ, ең бірінші бізге Семей ядролық полигоны еске түседі екен. Қанша мағлұмат беріп өттім балалар. Енді ары қарай жаңа сағат бойынша тапсырмалар орындауға көшейік.
Бұл жерде мен екі топқа бөлдім, балалар сендерді қызылдықтар, сендерді экологиялық апат аймақтары деп. Бірінші топ тапсырмасы, бұл жерде топтық жұмыс, мен сендерге постер түрінде қорғайсыңдар, қазір плакаттарымды беремін. Сендердің плакаттарың, осыған жаңағы сендердің сұрақтарын қызыл кітапта сипаттама бересіңдер, ондағы өсімдіктер мен жануарлардың тізімін анықтайсыңдар. Соны қорғайсыңдар. Ал сендер экологиялық апат аймақтары, сендер апат аймақтарын көрсетіп, толықтай сипаттама бересіңдер. Бұл жұмысқа бір 5-6 минут уақыт берейік. апат аймақтары өздеріңіздің ядролық алаңы химия ядролық жатады. Кітапқа берілген тақырып ол Каспий теңізі. Каспий теңізі Еуропа мен Азияны жалғап жатқан су айдыны. Бұл Каспий теңізінің жағалауы 7000 километрді құраса, теңіздің өзінің ұзындығы 395 000 километр квадратты құрайды. Каспий теңізінің 29% Қазақстанның, 16% Ресейдің, 21% Түркменстанның. Ұзындығы басты себептер. Біріншіден азот қабатына ғарыш зымыран ұшатын болсақ, зымыранның отыны жанып кеткен соң бізге кері әсерін тигізуі мүмкін. Ол озонның жұқаруына алып келеді. Ал екіншіден келетін болсақ, біз озонның ауыл шаруашылығындағы тыңайтқыштар, азот тыңайтқыштарды қосатын болсақ, молекулалар жойылуы мүмкін озондағы. Ал үшіншіден 12-15 километр биіктікте ұшыратын ұшақтарды озон молекулаларының ортадағы молекуланы жою мүмкін. Келесі озон қабаты ол стратосферада жер бетінен 12-20 километр биіктікте орналасқан. Озон қабаты біркелкі тарамаған, ол полюстік көлемде 7-8 километр қашықтықта орналасса, ал экваторда ол әлдеқайда жоғары болады. Яғни жер бетінен ол 17-18 километр қашықтықта орналасқан. Озон қабаты атмосферадағы жер бетінің ең үлкен қабатына енуінің себебі ол күн сәулесінің ультракүлгін сәулеленудің қатты әсерінен пайда болады. Және де озон қабатының бізде ең қатты күші ол оң факторы болып табылады. Ол күн сәулесінің ультракүлгін сәулесін біркелкі шығарады және планетада едәуір даму атмосфераның техногендік ластанудың кері әсері тек жер маңындағы аймақпен ғана шектесіп қоймайды. Және де лас қосындылардың белгілі бір бөлігі озондық қабатқа жетіп, оны бұзады. Және де бұл қысқа толқынды ультракүлгін сәуленің биосфера үшін өте қауіпі бар. Себебі бұл жерде өсімдіктер әлемін құртады, және де онкологиялық пен көз аурулары көбейеді. Озондық қабаттарды талқандайтын негізгі заттар бұл хлор мен азот болып саналады. Хлордың бір молекуласы, он озонның молекулалары, ал азот оксидінің бір молекуласы, оның 10 молекулаларын талқандайды. Және де озондық қабаттың бұзылуы жерге қарай ұзындығы 0,129 километр ультракүлгін сәуленің енуіне мүмкіндік туғызады. Озон оттегінің күн радиациясының қысқа толқынды ультракүлгін бөлшектерін сіңіруден пайда болады. Озон мөлшерінің көп болуы көктем айларына, аз болуы күз айларына сәйкес келеді. Озон қабатының жер бетіндегі тіршілік үшін маңызы зор. Озон қабатының жерде тіршілік қазіргі біз көріп отырғандай болмайды. Озон қабаты ұстап қалатын күннің зиянды ультракүлгін сәулелері жер бетіне өтіп ерекше арал болыпты. Оның суы тұщы, балығы дәмді болыпты. Айналасы шөл болса да, балығы тай-тай тулаған, жан-жағын орман жайлаған, аң құсы толы болыпты. Аралдың балығын алмайтын жағалауда балықшылар мекендесті. Сол аралдың арқасында балықшылар бар қуатты өмір сүрді. Аралдың суын толтырып, көңілге сыйлайтын Ару мен Сыр атты екі өзен болыпты. Олар бастауын сонау биік таулардан алады екен. Арал суы толған сәтте қос
құстар ән салады екен. Лисан болған бұл сөзбен аралға жеткенше жарысады екен. Осылайша ұзақ жылдар бойы базар тапқанған аралдың аяқ астынан суы тартылып, балығы азайып мыңға батты. Қос бұрымы кесілгендей күн кешкен арал сыр мен әмірді ұзақ күтеді. Бірақ олар көрінбеді. Суы азайып қалжыраған арал жер анаға келіп мұңын шағады. Армысың жер ана, маған қуат салыңыз. Сәлемімді алыңыз, ешкім кінәләні жасалып, арызына салыңыз. Шалқыған көк теңізбін, атам арал, кетірмеген ешкімге бұрын салау. Арызыңды айт, көк теңіз. Терең едім, көлемдедім, балығымды бей туаған, нуырман болды, жағамда аңыз бұрынға. Сәнмен әмірді келетін, таза тарамда сызған ел салатын. Бұл күнде қымызымде күш қуарды. Мақтаған әмім, тұрды бөлді, тұрды үшке. Үш жерден туғандары болған, айлығым болған. Бұл күнде балығым майда, айналдым тұрға, аңқысым қотыр қырылды. Қиын екен жағдайым, көк теңіз. Сенімен мақтанушы ем. Айыптайсың бұған кімді? Уа жыр ана, уа болар әрісінде, сырмен әмім. Жер ана, адамдар мен суымды ысырап етті. Мына қалдықтарымды ауыршан өсекайын ұзырды. Бұл жерде менің кінәм не? Кешір мені жер ана, адамды пайдалануға тыйым салынған ең лас, ең жүдеу суды кәмелге түстім. Мұндағы менің кінәм не жер ана? Көк теңіз, өзің айтшы, айыпты кім, үкім қандай? Адамзаттың табиғатсыз күні жоқ, табиғаттың бұнататын тілі жоқ. Адамзат, адам баласы табиғаттың ең ұлы перзенті ғана емес, оның ең ұлы қорғаушысы. Адамзат, арал қасіреті адам қасіреті екенін білмеуші ме едің? Уайымдама, көк теңіз, сен әлі туғансың. Адамдар сені өз қолымен толтырады. Шынымен ме жер ана? Мынау құстың дыбысы ғой? Иә, көк теңіз, сен әлі толтырасың. Аққуларың да қайтып оралады. Экологиялық апаттар бар екенін түсіндім. Осы ақ ұяшықтарға білесіңдер. Келесі. Бүгінгі сабақтармен Қазақстанда болып жатқан полигондар және экологиялық апаттар Қазақстанда өрт шыққан халықтың денсаулығына кері әсер тигізетінін білдім. Келесі. Мен осы экологиялық проблеманы тексерген біздің жерімізде түрлі аурулардың пайда болуы және де бізге қиындық тудыратынын және басқа да түсіндірген сабақтар Маған бүгінгі сабақтан ерекше ұнағаны бұл Қазақстан Республикасының қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктерді республика өзінің қорғауына ерекше ықпал етті. Келесі. Толық шағын.